отчеттарын дайындаңдар. Ақтөбе шақырып бастаған үкімет. Тоқаев, если мені қорғамаса, ертең көресің. Бүкіл Құдай түгіл ана дүние сені жақсы көрмейді. Мен өткен шақырана мен өзіммен бірге отчет берсін, онда жұрттың бәрі. Кешегі Динара Сәтжанның берген концертіне отчетін беру керек ол. Не үшін алды ол ақша? Мен алсам еңбегіме алдым, үй жалдадым. Ол не үшін алды? Кеше әр адамнан 25 мың, 150 мың теңгені адам не үшін алу керек? Сұрақ. Не қандай еңбегімен алу керек ол? Берсін жауабын, сосын мен де берем жауабын. Біреудің отчетін тексергенді көрсетейін олар. Отчет деген бар ғой, Құдайға шүкір, оған құртпай қойды. Мен біреуді алдасам, бұлар мені баяғыда аямайды. Мен ешқашан өздерің бердіңдер ғой талай. Жемқор болмағаным үшін өте осындай халге түсірдіңдер ма мені? Мен жемқор болмағаным үшін ба сонда? Жүр ғой қаптаған жемқорлар қастарында күшті болса. Айнұр Асқарқыздан бастап. Қараш бұлардың әділеттіліктерін. Көресің, мен құсам ана кісіні өлтірді, бұларда бейт жоқ. Бірақ Құдайдың алдына барасың. Бұл өмірге бізге орын жоқ шығар. Неде орын дайын тұр. Құдай қаласа бәріңді күтіп алам сояқтан. Бәріңді күтіп алам сояқтан. Көресіңдер ғой. Мен ештеңе қысылмаймын. Маған қысылма, менің байымда көтеріп қысып отырсың. Беретін бәрін беріп кеттің ғой. Мен сол дүнияға жабыстым ба? Бірде-бір затты өз атыма жазып, даже алып берген адамдардың моласына да барып көрген жоқпын. Мен сендер баяғы құсап, бір есеппен берген жоқпын ғой. Шын ниетімен орысша с любовым бердім ғой. Мен оны еңбектеніп таптым ғой. Осылай еңбектеніп таптым ғой мен оны. Олай ол бермейді ешкімге. Ол мен құсап еңбектеніп тауып жатқан ештеңесі жоқ. Мен өзімнің маңдай терімнен ештеңе қорықпай қойсын. Менің атымда еш нәрсе жоқ. Біреуіңіз тексерші үйінде алда. Кімде бар? Телефонда бар ма сондайлар? Мен удостоверениемді алып, иініммен теші біреу иініммен қарадым отырмын, қарасы онымен. Бірдеңе бар ма екен? Мен бейшараның атына қойып бар ма екен? Әйтеуір бір қара жер тауып беріңдер, ертең өлгенде жер өртеп жүрмеңдер. Мен маған өртегендерім керек емес. Бір әйтеуір өлгенде тыныш жататын жер тауып берсеңдер болды, маған басқа ештеңе керек емес. Қалған баяғыда мен бас тартқанмын, қорықпай қойыңдар. Ондай зат мені қызықтырмайды, босқа әуре болмай қойды. Өзінше мені жаңа дүния қор деп, киелі зат деп қойды. Ол киелі заттың киесі ұрады сені бір күні, ұрады. Оны маған бір тиын ғада өзім де сатып алам. Әкем Шапайдың затымыз ғой, қырғыздың заты ғой. Оның үстіне жолы, несі мына қыздар көреді. Мен шаруам жоқ. Даже маңайына бармай, мен өзім айтам, сатып алам барып. Осыға әуре болма, сен баян. Тарихты, әдебиетті ашта қарашаш, Бекет ата деген болған ба, жоқ па? Сен әбден орыс болып, бетіңмен кеткенсің, болды сол саған. Соның таяғын мен жеп тұрма, жей берем, ештеңе етпес. Беті жылтырағаның бәрі алтын емес. Күйеу үй алып берді деп, өйтіп жұртты қырудың қажеті жоқ. Үйді алып берсе, ол кезінде, ол ана түрмеде отырған кісінікі болған дейді, кеше бәрі айтып жатыр, мен өсек термей просто қайта. Ол ана өсек теретіндер сайрап жатыр оны. Бірдеңе дейді, мен түсінбеймін не айтып жатқанда, мен мадам үшін дүнияға қызықпаймын. Мен ондай дүния қор адам болмасын, маған қызықтырғанда жоқ. Кеше жұрттарға айтып жатыр. Үйткен, бүйткен, сөйткен дейді, мен шаруам жоқ. Бір дүниясын санап отыратын жағдайым жоқ мен. Мен тек қорғадым өзімнің ана тілімді, өзімнің дәстүрімді қорғадым. Басқа ештеңе керек емес маған. Қалғанын бердік қой сендер. Ала бер, мен саған дүнияңа бір ауыз әңгіме айтпай, вила, вообще мен ондай зат жек көретін адаммын. Дүния деген зат. Қайырлы кеш баршаңызға. Астанадағы жұмысымды аман-есен аяқтадым. Енді бізді Алматы күтуде, ертең жолға шығам. Бүгінгі мына елімізге келіп жатқан Құрбан айт. Баршаңызға мерекесі құтты болсын. Бүгінгі құрбан шалып жатқан барлық жанұяға қабыл болсын. Екі дүниенің бақытын берсін. Сол жұмысымызға сәттілік. Алматы 3 күндей болам. Келіңіздер, күтеміз. Аман болайық, жақсылықта кездескенше. Мен өзімнің туған сіңілім үшін қуаныштымын. Өзгеріс жобасына берік адамға рахмет. Біз ақтөбеліктеріміз бәріміз өтініш білдірді, сіңілімді көндіріп, соған салмақ тастауға жібергенмін. Енді бүкірат соған кәдімгідей қуанып отырмын. Өкінбейсің ғой да барғаныма? Күшті да жобасы өте керемет. Адам ерте жатып
негізі Ташкентке ота жасатқысы келген. Сосын мен айтамын, ота жасатқанша осылай көрейік деп. Салауатты өмір салтын танытып, керемет. Осындай ұстаз деуге болады. Осындай жақсы өмірді үйретті. Беріп бастаған команда сіздерге рахмет. Қалайсыздар? Біздер Аюдың қыздары, Шөмекей, Аю, Аспанның қыздары. Күйеу бала келіп, құрбан айтты. Кездесіп жатыр ғой. Міне Аюдың қыздары отыр. Аюдың қыздары ақырып тұрған, мен күйеулерімізге көрсе алмаймыз. Ондай әдетіміз жоқ. Міне Аюдың қыздары ондаймыз жоқ. Күйеулерімізге ұрыспаймыз, байшаттымыз біздер. Кеше біреу пікір қалдырып сөйтіп, ойпырым, ой, мына Шөмекей Аюдың қыздары ақырып шықты ғой. Күйеу балалар қалай шыдайды деп. Ой, Құдайға шүкір, күйеу балаларымыздың бәрі сықиған жігіттен күйеуге шығып алып, еще шалқарды ғана қылмыз. Молодец, жасы емші болып тұр ма байғыз? Ол кісі өзі де сізге барады екен, сіз өскен. Негізі мына 37 жас екен мына балада. Мұндай кезде деген байқау керек, құрсын айта береді доғдыр деген. Ісік бар, анау мынау деп айтты. Мен қой құрсын, дымдара жоқ. Щитовидка деген бізде күшті ем бар, щитовидканы бермей бір. Байқаңдар айту. Қазақ емнің көп пайдасы бар ғой, доғдырға үлгі. Реті келмей қалды. Өзі жақында көрдік, ауырғанын білдік. Өзіңіз келіп жүрсіз ба бұрын? Өзім үнемі келіп тұрам сізге. Қайдеңіз алып келіп бұл? Бұрын щитовидкамен келетін. Одан кейін осы жақында чекап өттім. Сөйтсем щитовидкам тым болмағандай жазылып кетіпті, нормаға кетті. Жаным жаңа біреулер соны ісік бар деп аурелейін бәт дейді доғдыр. Құрсын щитовидкадан көп бізде ем өте жақсы уақытқа келу. Бұрында келдіңіздер ма? Бұрын келдім, Кімді келдіңіз? ұлымның мынандай қолы аузына жетпей мына жерде. Тісік салғаннан болады ғой, Салған емес, сіңіл тартты. Соны кім істеттіңіз ба бізге әкеліп? Содан бір келіп, соны айту, білмеймін айтыр, ауырмай кетті деп өзі таңғалды. Қолы бүйтіп ашылып кетті ма? Аузына жетті ма? Еттім, шыдама отырып біршім. Нешедегі бала еді ол? Ет олар 30-та болған. 30-дағы бала ма? Қызға мен бала деген бір кішкентай бала Жоқ, 30-та жерден бүйтіп, бокс бүйтіп, мына жерін бүйтіп, мен ет тастаған. Аузына жетпей қалған ғой, бүйтіп қалған ғой. Апарса бүйтіп, итереді ме қолы. Дәрігер істей алған жоқ соны? Жоқ, дәрігер укол жазып береді, артрит деймін. Укол жазып